Білім беру және мәдениет саласын дамыту қажет. Облыста апатты жағдайда тұрған және 3 ауысыммен оқытатын мектептер мәселесі әлі шешім таппай отыр. Балабақшалар да жетіспейді. Қазір 17 мыңға жуық бала кезекте тұр. Бұл мәселені шешуге қажетті қаржы қарастырылған. Сонымен қатар, келесі жылы жайлы мектеп ұлттық жобасымен 11 мектеп салынады. Бұған республикалық бюджеттен қаржы бөлінеді. Білім беру инфрақұрылымын жаңғыртуға қатысты жоспарды толық орындау керек. Үкімет және әкімдік оны уақытылы және сапалы жүзеге асырылуын қатаң бақылауға тиіс. Атырау облысында кәсіптік және техникалық білім беретін 24 мекеме бар. Онда 16 мың студент білім алып жатыр. Бірақ осы колледждердің түлектері көбіне жұмыс таба алмай қиналады. Бұл мәселе әр облыста бар. Оқу ағарту министрлігіне облыс әкімдермен бірлесіп, кәсіптік техникалық оқу орындарының еңбек нарығына бейімдеу үшін нақты шара қабылдауды тапсырамын.